Ал Қостанай облысында қатты соққан боранның кесірінен жол қозғалысы қиындап, тас жолдар жабылды. Отыны қатып қалған кейбір көліктер жолда қалып қойған. Төтенше жағдайлар министрлігі Ақтөбе, Қарағанды, Қостанай, Ақмола облыстарынан көлікпен шығудың қауіпті екенін ескертіп отыр. Күннің күрт суы тас жолдағы төтенше жағдайды күшейтті. Қостанай облысында Әулиекөл Құсмұрын күре жолында аяздан көлігінің жанармай қатып қалған жүргізуші далада қалып қойған. Әбейір болғанда дер кезінде хабар алған құтқарушылар қар құрсауында қалған темір тұлпарды алып шығып азаматты жақын маңдағы елді мекенге жеткізген. Сондай-ақ ақау кетіп сынған көлікте қалған 3 жолаушы да дін аман үйлеріне әкелінді. Желтоқсанның басынан бастап қар құрсауында қалған 70 адам құтқарылған. Сондай-ақ Украинадан қайтып келе жатқан цирк өкілдерінің автокөліктері тоқтап қалып, ат, пони, иттерді аязда қалып қойыпты. Группа Астанинского цирка была доставлена в ближайшее селение, село Денисовка, где им была оказана та же помощь в частичном ремонте автотехники и организовано горячее питание. Қыстың қақаған аязы Қарағанды облысында да құтқарушылардың жұмысын күшейткен. Ауа температурасының 40-қа жақындау кесірінен екі бірдей жолаушылар автобусымен, екі жүк көлігі Шетпен, Ақтоғай аудандарына апарар жолда қалып қойған. Сондай-ақ Шет ауданда және де екі үлкен автокөліктердің тоқтаған оқиғалары болды. Оқиға орнына тағы да төтенше жағдай қызметкерлері жетіп, бір автокөлікке жанар жағармай құюға көмектесіп, екінші автокөлікке, яғни жаңағы жөндеу жұмыстарына қол ұшын берді. Ақмола облысы да аязда орайынан зардап шегіп жатыр. Жанар жағармай қатып қалған тағы бір автобус Астана-Петропавл тас жолының бойында қалып қойды. 3 жүргізуші құтқарылып, жақын жердегі көлік тұрағына жеткізілген. Гүлмира Салих, Информбюро.